Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен пиццаның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Қамыры сондай жұп-жұмсақ, керемет, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болып, соңына дейін видеоны қараңыздар. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Мына осындай сочный, керемет болып шығады жұп-жұмсақ қамырмен. Ал енді құрамына керегі бізге електен өткізілген ұн, тұз, ашытқы және қант қажет болады. Жылы су керек, сосын кішкене сұйық май қажет болады. Алдымен біз апарасын дайындап алатын боламыз. Алдымен жылы суды құйып, тұзымызды салып, сосын үстіне қант саламыз. Қанттан соң ашытқымызды салып, кішкене араластырамыз да, үстіне ұн салып, араластырып жасап аламыз. Мен үстіне 5 ас қасықтай ұн салдым. Сонда кішкене қоюлап, сондай болып тұрады. Сол кезде жақсы ашитын болады. Апарамыз дайын болды. Енді қақпағын жауып, 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне біздің уақытымыз өтті. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, міне осындай керемет болып көтеріліп ашыды. Енді қалғанын осы ашытқымызды ұнымызға салып, қамыр илейтін боламыз. Артық су ештеңке қоспаймыз. Осы қосылған барлық ашытқы суымыздың несімен осы ғана осы қамыр шыққанына жететін болады. Тек қана осыны иығын қандырып илеу қажет болады. Әбден басы біріккенше қамырымызды илейтін боламыз. Енді столдың үстіне қойып, осылай әбден иығын қандырып илейтін боламыз. Міне біздікі уже қамырымыз дайын болып қалды. Қолға жабыспайтын қамыр болып шықты міне. Енді ыдысымызға ішіне сұйық майымызды жағып, ішіне қамырымызды салып, қамырдың үстіне кішкене сұйық майымызды жағып қоямыз. Сонда қамырымыз сондай керемет болып шығады, жұп-жұмсақ болып. Енді үстін кішкене басамыз да бетіне
салафанымызды жауып, қақпағымызды жауып, үстіне орамалымызды жауып, сосын жылы жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше. Міне қамырымыз көтерілді, керемет болып ашыды, өте жұмсақ, сондай көтерілді. Соусымыз қосатын, бетіне салатын бұрышымыз тәтті, тұздалған қияр және ірімшік. Сосын мына шұжығымызды қосамыз. Мен мынандай 2 ыдысқа жасайтын боламын. Менен қамырымнан 2 пицца шығады. Көріп тұрғандарыңыздай сондай әдемі болып ашыды. Енді 2-ге бөліп аламыз. Екіге бөліп 2 ыдысымызға саламыз. Енді осы қамырымызды мен алдын ала пергамент қағазымды салып, майлап алдым, сұйық май жағып. Енді осыған қамырымызды айналдырып, қолдың көмегімен осылай айналдырып, шеңбер қылып жайып шығамыз. Жайып болдық, енді бетіне дайындап қойған соусымызды жағамыз. Мен томат пастасымен майонез қостым. Сіздер кетчуп қосып жасасаңыздар болады. 2-ге бөліп, жартысын осы бірінші қамырға салып жағамын. Сосын екіншісіне жартысын салып жаятын боламын. Осылай барлық жағына тегістеп, соусымызды жақсылап жағып шығамыз. Жағып болып қалдық. Енді бетіне салатын салмаларымызды салып шығатын боламыз. Мен алдымен тәтті бұрышымды салып шығамын. Енді тұздалған қиярымызды салып шығамыз. Тұздалған қияр пиццаның дәмін өте керемет дәм береді. Сондықтан мен тұздалған қияр салдым. Тұздалған қияр салып көрсеңіздер, дәмі ерекше болып шығады пиццаның. Енді шұжығымызды сеуіп саламыз бетіне. Міне менде осындай 2 ыдысқа шықты. 2 пицца жасаймын. Пешімізде 250 градуста 20 минут алдымен пісіріп аламыз. Міне пешімізден пісіп шықты. Енді бетіне ірімшік салып, тағы да 5 минутқа ірімшігіміз ерігенше пісіріп алатын боламыз. Ірімшікті молынан салсаңыздар, өте керемет болып шығады.
Міне пиццаның бетіндегі ірімшігіміз 5 минуттың ішінде еріп, әдемі болып шықты. Өте дәмді, жұмсақ, сондай қамыры керемет болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Сондай дәмді, қамыры сондай сәтті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Балаларыңызға жасап осындай пиццаның дәмін көрсетіп қуантыңыздар. Міне сондай керемет нәзік, жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар.